Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы бүгін сәрсенбі ме? Бүгінгі сабақта шағын мәтіндегі жиі қолданылатын сөздерден құрастырылған қарапайым фразалардың, сөйлемдердің мағынасын түсінесің. Оқыған, тыңдаған бейнематериалдың мазмұны бойынша жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерін қатыстырып, сұраққа жауап жазасың. Жаңа сөздерге назар аударайық. Нешінші сабақ? Нешінші күн? Нешінші апта? Сабақ, сабағы. Сәрсенбіде қазақ тілі сабағы болады. Қазақ тілі нешінші сабақ? Бірінші, екінші, алтыншы. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық. Тыңда, қайтала, оқы. Әнел, бүгін қай күн? Бүгін сәрсенбі. Қазақ тілі нешінші сабақ? Қазақ тілі бірінші сабақ. Математика нешінші сабақ? Математика екінші сабақ. Ағылшын тілі нешінші сабақ? Ағылшын тілі үшінші сабақ. Оқушылар, сөздердің дұрыс айтылуына назар аударайық. Нешінші сабақ? Бірінші тапсырма. Суреттерді сөйлемдермен сәйкестендіріп оқы. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Суреттерді сөйлемдермен қалай сәйкестендіріп оқыдыңдар? Бірге тексерейік. Дүйсенбіде сабақ басталады. Сейсенбіде әткеншек тебемін. Сәрсенбіде мультфильм көремін. Бейсенбіде велосипед тебемін. Жұмада сурет саламын. Сенбіде доп ойнаймын. Жексенбіде саябаққа барамын. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың сәтті орындалды деп сенемін. Екінші тапсырма. Әріптерді орнына қойып, апта күндерін ретімен жаз. Оқушылар, іске сәт. Апта күндерін қалай жаздық? Бірге тексерейік. Апта күндері: дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың осындай болды деген ойдамын. Үшінші тапсырма. Суретті пайдаланып, балалардың не істеп жатқанын жаз. Оқушылар, ойланайық. Суретті пайдаланып, балалардың не істеп жатқанын қалай жаздық? Өз жауаптарыңды біз ұсынған жауап нұсқасымен салыстырып көріңдер. Әлібек кітап оқып отыр. Әнел сурет салып отыр. Анна әткеншек теуіп отыр. Саша шахмат ойнап отыр. Оқушылар, сендердің де орындаған тапсырмаларың сәтті орындалды деп сенемін. Төртінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Сұрақтарға қалай жауап бердік? Жауабын бірге тексерейік. Сен дүйсенбіде не істейсің? Мен дүйсенбіде сабаққа барамын. Сен сейсенбіде бассейнге барасың ба? Иә, сейсенбіде бассейнге барамын. Сен сәрсенбіде шахмат ойнайсың ба? Жоқ, сәрсенбіде шахмат ойнамаймын. Сен бейсенбіде доп ойнайсың ба? Иә, бейсенбіде доп ойнаймын. Сен жұмада не істейсің? Мен жұмада шахмат ойнаймын. Сен сенбіде саябаққа барасың ба?
Иә, сенбіде саябаққа барамын. Сен жексенбіде мультфильм көресің бе? Иә, жексенбіде мультфильм көремін. Оқушылар, сендердің де жауаптарың сәтті орындалды деп сенемін. Кел жаттығайық. Оқушылар, Мүбәрак Жаманбалиевтің өлеңін бірге оқып жаттығайық. Бір аптаның күндер өтті. Дүйсенбіде гүл ектім, сейсенбіде жуа тердім, сәрсенбіде су әкелдім, бейсенбіде бақша баптап, жұма күні тақпақ жаттап, сенбі күні киноға бардым, жексенбіде бір демалдым. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Шағын мәтіндегі жиі қолданылатын сөздерден құрастырылған қарапайым фразалардың, сөйлемдердің мағынасын түсіндің. Оқыған, тыңдаған бейнематериалдың мазмұны бойынша жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерін қатыстырып, сұраққа жауап жаздың. Енді бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма. 100-ші беттегі 5-ші тапсырма. Бір-біріңнен қазақ тілі, математика, ағылшын тілі нешінші сабақ деп кезектесіп сұраңдар. Күнделікті сабақ кестесіне қарап, жауап беріңдер. Оқушылар, сабақ аяқталды, сау болыңдар.